Сәлеметсіздер ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін сабағымыздың тақырыбы тың игеру жылдарындағы Қазақстан. Сіздерге бүгінгі тарих пәнін жүргізетін Ибраева Гүлмира Аманбаевна. Зерттеу сұрақтарымыз: тың және тыңайған жерлерді игеру саясаты Қазақстанға қалай әсер етті? Мақсаты: демографиялық өзгерістердің себеп-салдарлық байланысын талдау арқылы дәйекті қорытынды жасау. Кеңес үкіметі кезіндегі ауыл шаруашылығында орын алған өзгерістерге баға беру. Соғыстан кейін ауыл шаруашылығын қалпына келтіруде 4-ші 5 жылдық басталды. Осыған орай Кеңес үкіметі 1954 жылы тың және тыңайған жерлерді игеру жұмыстарын жүргізе бастады. Кеңестік билік қабылдаған елімізде астық өндіруді одан әрі арттыру, тың және тыңайған жерлерді игеру туралы қаулы бойынша Қазақстанның солтүстік аудандарында, Сібірде, Оралда, солтүстік Кавказда дәнді дақылдар егуді шұғыл арттыру жұмыстарына шешім қабылданды. Жаңа жерлерді игеру есебінен 1954-55 жылдары 13 миллион гектар жер жыртылып, ал 1955 жылы одан 1100-1200 миллион пұт астық алу жоспарланды. Белгіленген тапсырма бойынша 1954 жыл тамыздың басына қарай орындалған жоспар бойынша 13 миллион гектардың орнына 19 миллион гектар жер жыртылды. Оның ішінде Қазақстанда 8,5 миллион гектардан аса тың жер жыртылды. Тамызда астық өндіруді молайту үшін тың және тыңайған жерлерді одан әрі игеру туралы жаңа қаулы қабылданды. 1956 жылы тың жердегі дәнді дақылдар егуге арналған аудан көлемі 28-30 миллион гектарға дейін жеткізу міндеті қойылды. 1955 жылы тың жерлерде жоспарланған 7,5 миллион гектардың орнына 9,4 миллион гектар жер жыртылды. Тың жерлерді игерудің басым бөлігі негізінен Қазақстанның солтүстік бөлігінде, оның ішінде мына 6 облыста жүргізілді: Қостанай, Ақмола, солтүстік Қазақстан, Көкшетау, Торғай, Павлодар. Нәтижесінде тың игеру жылдарында Қазақстанда 1954-1960 жылдарда 25,5 миллион гектар жер тың және тыңайған жерлер игерілді. Тың игеру кезінде бұрын соңды болмаған жаппай қоныстандыру ісі жүзеге асырылды. 1954 жылы Қазақ КСР министрлер кеңесінің жер халық комиссариатына миграциялық үдерістерді реттеу міндеті жүктелді. 1954 жылдан 1960 жылға дейінгі аралықта Қазақстанға әртүрлі республикадан, Украинадан, Белоруссиядан, Молдавиядан, Литвадан мыңдаған отбасылары қоныстандырылды. 1954 жылдың бірінші жартысында тек Ақмола облысында ғана 20 мыңнан астам адам тың өндіруге келді. Бұған қоса өнеркәсіп орындарының ұжымдары ауыл шаруашылығына тың және тыңайған жерлерді игеруде 1386 маман мен механизаторлар жіберді. Тың игерушілер қоныстану орнына жеке мүлкімен тегін көшіп келді. Отағасына бір жолға берілетін ақшалай жәрдем көлемі 500 бен 1000 сомның аралығында болды. Отбасының әрбір мүшесіне берілетін жәрдем 150-200 сом болды. Үй салуға 10 жылдан 10.000 сомға несие берілді. Мал алуға 1500-2000 сом несие берілді. 1,5 центнер астық немесе ұн түрінде азық-түлік қарызы беріліп, тың игерушілер ауыл шаруашылығы салығынан 2 немесе 5 жылға дейінгі аралықта босатылды.
1954 пен 59 жылдары Қазақстанның тың жерлерін игеруге 20 миллиардтай сом қаржы жұмсалды. 1954-65 жылдардағы тың және тыңайған жерлерді игерудің жағымсыз жақтарын қарайтын болсақ, ауыл шаруашылығын дамытуда экстенсивті жол болды. Топырақ эрозияға ұшырады. Мал шаруашылығына зияны тиді. Ұлттық салт дәстүрлердің рөлі төмендеді. Қазақ мектептерінің саны күрт азайды. Тың және тыңайған жерлерді игеру жұмысының мақсаты азық-түлік мәселесін шешу болатын. Ал жағымды жақтарына келетін болсақ, дәнді дақылдар өнімінің артуы, азық-түлікпен қамтамасыз етілудің жақсартылуы, жерді пайдаланудың тиімді жолдары болды, мамандардың ауыл шаруашылығына ағыла бастауы. Енді біз оқушылар бүгінгі жаңа тақырыбымызды қорытындылау үшін тапсырмаларға көшеміз. Енді сіздердің алдарыңызда бағдаршамның суреті бейнеленіп тұр. Осы бағдаршамға қарап, әрқайсыңыз түстеріңізді таңдап алыңыздар. Барлықтарымыз өз түстерімізді таңдап алдық. Енді сол түске байланысты сіздерге тапсырма беріліп тұр. Бірінші тапсырма қызыл түс, екінші тапсырма жасыл түс, үшінші тапсырма сары түс. Қызыл түсті таңдаған оқушылар бірінші тапсырмамен жұмыс жасайды. Бұнда сіздер сандарды сөйлетесіздер. Мысалы, 1954 жыл қандай оқиға болды, соны тізбектеп жазасыздар. Екінші, жасыл түсті таңдаған оқушылар сәйкестендіру тапсырмасын орындайсыздар. Бұл сәйкестендіру жұмысын өздеріңіз білесіздер, 1954 жыл. Қандай оқиға болды, сонымен сәйкестендіресіздер. Сары түсті таңдаған оқушылар үшінші тапсырманы, яғни анығын тап тапсырмасын орындайсыздар. Бұл жерде тың игерушілер қоныстандыру орнына жеке мүлкімен тегін көшіріліп келді. Отағасына бір жолға берілетін ақшалай жәрдем көлемі 500-1500 сом болды. Ал енді осы оқиға ақиқат па, жалған ба, соның анығын табасыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.